Ескі таным сенің бекен, кейде адам бір-біріне бөтен. Негізі мен осы макияжды бастаймын деген кезім балалық шағымда болған. Кішкентай қыздар андай мультик көреді ғой, сол мультиктерден Винкс сияқты, феялар сияқты перизат болып, әдемі болып жүргім келген. Қазіргі күнге дейін де андай гүлге ұқсап, немесе сондай мифологиялық персонаж сияқты, кейіпкер сияқты сол кішкентай кезімде боянғым келген. Бірақ кішкентай кезімде әлі білмейтінмін оюды қалай макияж сияқты бетке салуға болады деп. Барлығы сияқты андай барлығы ойламаған ғой, бетке сурет салуға болады дегендей. Сол кішкентай кезімде солай ойлағам, бетке қалай сурет саласың? Кішкентай кезім дегенде ол 8 жасымнан 10-14 жасыма дейін шығар. Сол армандап жүрген боянуды, бірақ біздің үйде ондай болмайтын. Кішкентай балалар боянбайтын бізде. Тек әпкелеріме қарайтын, қандай күшті, косметикасына қарап, қызығып, солардан қайталап, қашан боянам деп армандап жүретін. Мен өзім әлі стрелка сала алмаймын. Мына стрелканың өзін. Басқалардың көзінен былай сырттан қарасаң идеально. Қазіргі таңда мен өзімді қазақи нақышта оюды насихаттап, мейкап арқылы насихаттай алатын артист деп айта аламын өзімді. Осы оюды неге бетке салмасқа деген оймен қазақша оюларды, қазақша өнерді көне заманнан қазіргі заманауи уақытқа алып келу. Сурет салғанды жақсы көрем. Сол 5-6 жасымнан бастап өзім есімді қалай танимын, сол уақыттан бері сурет салуды жақсы көретін. Одан кейін сурет салып жүргеннен кейін мен жарқын суреттері бар мультиктарды жақсы көретін. Дәл сол мультиктарға қарап, қызығып, одан кейін олар сол мультиктардың арасында көбінесе ханшайымдар, перизаттар, соларға андай әдемі макияждары болатын. Сол макияждарға қызығатын. Сериалдардың арасында қыздарда андай қатты боянатын әдемі образдарына қызығатын. Содан кейін ол енді 8-9 жасымда теледидар көріп жүрген кезден пайда болған. Тушты бірінші рет қолыма алып, помаданы бірінші рет қолыма алып, соның барлығын эксперимент жасап үйімде жалғыз қалған кезімде. Одан кейін өсе келе интернет пайда болды қолымда. 13-14 жасымда шығар. Сол кезде интернет пайда болғаннан кейін Pinterest қосымшасын жүктеп алып, одан кейін сол жерде қандай қыздар бар, қандай идеялар бар, қандай жаңа әлем ашқан сияқтымын соларға қарап. Ол жерде енді жай ғана макияж емес, жай ғана далап, мындай көздің арасында тең ғана емес, ол жерде сурет бетке салатын. Сол кезде мен қатты таң қалатынмын, қалайша сурет салуға болады деп бетке. Ол шамамен 2017-16 жылдар шығар. Сол кезде барлығына да ол таң болатын, көп адам таң қалатын, қалай бетке сурет салуға болады дегендей. Сол кезде мен оларға да қызығып, бетіме андай жай ғана подводка салатын лайнерменен түрлі абстракциялық сызықтар сызатын. Сол сызықтарды қайталап, қалай салуға болады дегендей. Одан кейін сол кезде 2017 жылдар ғой. Одан кейін 2017-де Қазақстанда музыка пайда болды ғой, қазақша музыка, Молданазар сияқты альтернативтік музыка. Соларға қызығып, музыкамен бірге, өнермен бірге осы ой келген. Қазір қазақи өнердің ренессансы болып отыр. Енді осы макияжға ою салсақ қандай күшті идея болар еді дегендей. Ол кезде негізі мен жалғыз емес едім. Көп адамдар, көп визажистер соны бастап отырған еді, бірақ андай емес та, өзінің негізгі мақсат қылған жоқ ол ою мен макияжды. Ал мен өзім ойлағам, солай негізгі мақсат болып ала келіп андай артист болып жүрсем, осы қазақи нақышта ою менен заманауи макияжды қатар алып жүріп, жастардың арасында осыны көрсетіп жүрсем деген едім. Ең бастапқы ой ол көне уақытта оюды біздің ата-бабамыз барлық жерге салатын, киім болсын, ыдыс аяқ болсын, тұрмыстық заттарда
күнделікті өмірің сондай оймен безендіріп жүретін. Ал енді күнделікті макияжды сондай оймен безендіріп жүрсем қандай қызық болатын еді деп ойлағам. Көбісі ұялатын жарқын боянуға, сондықтан сондықтан тек қана наурызға солай боянатын едім да. Қазіргі көп блогерлар айтады ғой, ойбай тек қана наурызға осылай боянасың, ұлттық киім, шашбау, әшекей соларды ғана тағады бір күні, жылда бір күн. Мен ойлайтын күнделікті сондай болса күшті болар еді деп. Сол оймен бастаған осы блогымды 22-ші жылдары. Солай көп уақыт өзім ұялып, бастайын ба, бастамайын ба деп, қалай бастасам екен деген оймен созылып кетіп, 22-ші жылы ғана бастағам. Ол кезде 19-20 жасымда едім. Қазір мен 21-демін. Бірінші уақытта жай ғана күнделікті макияжымды көрсететін. Одан кейін сөйлей бастаған кезде мен ойлайтын, орысша сөйлеуім келмейді, тек қана қазақша сөйлесем қандай қызық болатын еді, қандай күшті болатын еді. Себебі өзім күнделікті TikTok көріп жүрмін, YouTube көріп жүрмін. Қазақша контент ол кезде өте аз болатын. Қазіргі күнде ғана тез дамып кетті ол қазақша контент деген. Сұраныс бар, бірақ істейтін адам жоқ сияқты. Көбісі орысша сөйлеп жүрген ғой блогерлардың арасында. Сөйтіп сол тренд болды. Орысша сөйлесең, сол кезде аудиторияға жақын боласың деген сияқты болатын. Заманауи боласың деген сияқты. Сол кезде солай ойлайтын, егер сен орысша сөйлей алсаң. Бірақ сізге бұл нәрсе ұнамады? Маған ұнаған жоқ. Сол барлық СНГ-дағы блогерларға қарайсың, қайсы қай жақтан білмейсің, жай ғана орысша барлығы, жай ғана біздің ұлт қана емес, әрбір ұлт өз тілінде контентті ұлғайтса күшті болатын еді. Оюды салып отырған кезде, макияж салған кезде оның комментарий жүргізу керек қой. Сол кезде оюды сала отырып, неге орысша сөйлеу керек деген ойда болған. Қазақша ою, қазақи образ киіп, барлығы қазақша, сөйлеген сөзім де қазақша болу керек деп ойлаймын сол кезде. Негізі осы видео түсіргенде, өзім видео түсіргенде өте ыңғайлы. Мен өзім сценарий жазып қоямын да, сол сценарий бойынша оқи аламын. Ал қазіргі қарапайым өмірдің өзінде мен қазақша сөйлеудің өзіне қатты қиналамын. Себебі ортамда да қазақша сөйлейтін адамдар аз болатын, ол кезде де қазірде. Сондықтан да өзім қазақша сөйлей алатын сөйлеу деңгейімді көтеру үшін осындай видеолар түсіре бастадым деп айтуға да болады. Өзім адамның арасында, көп халықтың арасында жүргенде өз-өзімді түсіруге ұялам, бірақ осылай жүруге мен ұялмаймын. Күнделікті түрде осылай жүре берем. Қалаған баратын жеріме осылай барамын. Негізі үйден шығатын кез ол жай ғана жұмысқа немесе концерттерге. Бірақ жұмыстың өзінде де осы күнделікті осындай макияжбен жүретін. Мен жалғыз емеспін осындай қазақилықты жаңғыртып жүрген. Өйткені мен көріп жүрем, әлеуметтік желілер арқылы да басқа да адамдар көп ондай негізі. Жай ғана олар мен сияқты интроверт адамдар, олар қатты сөйлей алмайды, өздерін жар салып, барлығына көрсетіп, айқайлай алмайды да олар. Мен сияқты айқайлай алмаймын, мен бармын дегендей. Негізі бізде сұраныс, қазақша контентке сұраныс бар болса да, бірақ шынайы өнерге адам өз қолымен жасап отырған бар өз-өзін беретіндей жұмысқа адамдарда сұраныс жоқ сияқты, жай ғана қызығушылық жоқ. Сіздерге шақырғандарыңызға көп рахмет, және осындай журналистік жұмыс жүргізіп отырғандарыңызға, осындай ойларды қозғап, жаңа тематиканы ашқаныңызға өте алғысым көп. Шашбау каналының көрермені боламын, және де андай күнде күтіп отырамын сіздерден контентті. Ескі таным сенім бекен, кейде адап бір-біріне бөтен.